Кәсіпкерлерді тексеруші мемлекеттік органның жұмысында әлі де көп олқылықтар бар. Соның бірі тексеруді дұрыс ұйымдастырмау деді Атамекен одағы ұлттық палатасының мүшесі. Оның айтуынша кәсіпкерлер айыппұлдан көз ашпай келеді. Тексеру нәтижесінде ешқандай мін табылмағанның өзінде тексерушілер аз да болса айыппұл салады. Ал олай болмаған жағдайда мемлекеттік қадағалау және бақылау органының мамандары жоғарыдан сөк салады немесе оны пара алды деп айыптау ғажап емес. Сондықтан осындай жағдайды болдырмас үшін кәсіпкердің келісімі бойынша да аз да болса айып салынады. Шацки осы ретте мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының қызметін бағалау жүйесіне өзгерістер енгізу қажет деді. Понимают это так, что кәсіпкерлерді тексерушілер белгілі бір нәтижеге жету үшін айыппұл салу қажет деп түсінеді. Осы ретте прокуратураның көмегі бізге ауадай қажет екенін айтқым келеді. Өйткені мемлекеттік органның қызметін айыппұл саны бойынша анықтайтын болған. Егер айыппұл салмасаң, мемлекеттік қызметкерді пара алды деп санауы мүмкін. Біз осы сұраққа жан-жақты қарауымыз керек. Бас прокуратура тарапынан енгізіп жатқан бағдарламада кәсіпкердің де жұмысын бағалау көрсеткіштері болады. Осы ретте сіздермен бірлесе отырып жұмыс істеуіміз қажет. Бас прокуратура мен Атамекен одағы ұйымдастырған кездесуде тексерулерді электронды есепке алу және электронды жоспарлау ақпараттық жүйесі таныстырылды. Прокуратура мамандарының айтуынша аталған жүйенің іске қосылуымен кәсіпкерлерді заңсыз тексеру 26%-ға азайған. 8 айдың қорытындысы бойынша 19 мың кәсіпкер порталдық қызметіне жүгінді. Енді осы жүйелердің көмегімен кәсіпкер тексерудің заңдылығын, оның қай уақытқа жоспарланғанын көруге мүмкіндік алады.